Бұл қаттаманың құрамы өте оңай, үйдегі бар заттардан жасалынады, бірақ сәл ғана жасаған кезінде бір ерекшелігі бар. Соның арқасында осындай қаттама қатпарлары әдемі қаттама болып шығады. Міндетті түрде жазылып алыңыздар, және де басқа да қаттамаларды көргіңіз келсе, менің арнама тіркеліп алыңыз. Ең алдымен ыдысымызға қайнаған суды, салқын сүтімізді құямыз. Қайнаған су сол кезде кішкене нормаға келеді. Үстіне шекерді, тұзды салатын боламыз. Қыздар, кішкене шекері, тұзы ерігенше қолдармен жақсылап араластырып жіберсеңіздер болады. Кейіннен үстіне ашытқы саламыз. Ашытқы салғаннан кейін үстіне електен алдын ала өткізіп дайындап қойған ұнымызды саламыз. Міндетті түрде бисквиттерді немесе ашытқымен ашытылатын тесталардың барлығына ұнды електен өткізіп салу керек. Сол кезде ұн ауамен қоректеніп өте ісіп әдемі болып шығады. Қыздар, қолмен қамыр илеп алдық. Қамыр дәл осындай көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шықты. Бұл жерде 2 қаттамаға арналған. Егер де сіз үлкендеу көбірек қаласаңыз, мен описанияға қалдырған мөлшерден 2 есе қылып, 3 есе қылып жасай берсеңіздер болады. Енді қамырды бірден 2 бөлікке бөліп аламыз. Бұны ешқандай ашытудың қажеті жоқ. 2 бөлікке бөліп демалдыруға бар жоғы 10-15 минутқа қойсаңыздар болады. 10-15 минуттан кейін алып бірінші қолмен дөңгелек форма жасап аламыз. Одан кейін барып осылай үлкен қылып екеуін қатар жайып алатын боламыз. Міндетті түрде екеуін бірден жайып аламыз. Өйткені қазір айтамын, біріншісіне барлық жерін майлап, маймен сылап шыққаннан кейін үстіне екінші қамырды қойып алып, оның да үстін жақсылап майлайтын боламыз. Қыздар, жасалу жолын жақсылап қарап алыңыздар. Дәл осылай жасасаңыз, сіздің майыңыздың сапасына немесе басқа да нәрсеге қарамай, қаттамаңыз өте қатпарлы, әдемі болып шығады. Қыздар, үстінде майлап алғаннан кейін дәл осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ораймыз. Бір шетін қайырамыз, екінші шетін соның үстіне тағы да қайыратын боламыз. Жақсылап қарап алыңыздар. Қыздар, менің арнамда қуырылатын қаттама және де бұдан басқа печкада пісіретін әртүрлі пияз қаттамаларының рецептері бар, және де іш маймен жасалған қаттаманың да рецепті бар. Міндетті түрде сол үшін арнама жазылып алыңыз. Қыздар, жаңағыдай орағаннан кейін ортасына тағы да май жағамыз. Одан кейін үстін орап тағы да міндетті түрде әр орағаннан кейін үстіне сары май жағамыз. Негізі мен әртүрлі майдан дайындай беремін. Мен тіптен маргариннен жасасам да осындай осы әдіспен жасасаңыз қатпарлары әдемі болып шығады. Қыздар, тағы айта кетейін. Дәл осылай орап, енді ораған жерімізде кішкене майлап жіберіп, осы қаттаманы теңдей қылып 2 бөлікке бөліп шығамыз. Қыздар, бұл 2 бөлік үлкен болып шығады. Егер де сіз майға қурам кішілеу керек десеңіз, бұдан да кішкентайып кесе берсеңіз болады, бірақ осыны печкаға салып пісірсеңіз өте дәмді болады. Барлық этап біткеннен кейін дәл осылай қылып қаттаманы орап шығамыз. Майлар кішкене қатсын деп холодильникке кішкене салып алсаңыз болады. Жұмыс істеуге оңай болады. Немесе жай алам десеңіз, бірден печкаға салып пісіре берсеңіз де болады. Печканы қыздырып қоямыз. Ең қатты қызғанға қойып 20-25 минут пісірсеңіздер болғаны. Қыздар, әркімнің печкасы әртүрлі, сондықтан қарап тұрыңыз. Барынша жұқа қылып жайыңыз, өйткені бұл қаттама өте дрожжы болғаннан кейін ісіп піседі. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.